Сәлем, сенің есімің кім? Қайдан шығып жатыр? Менің есімім Жанар, не болды? Тамаша, сенің жасың нешеде? 12-де? Тамаша, сен менімен дос болғың келе ме? Иә, әрине. Ал сен шынымен де ауа райын өзгерте аласың ба? Егер сен маған көмектессең, мен ауа райын өзгерте аламын. Жарайды, саған ғана көмек керек. Сен үшін бұл оп-оңай. Мына фотоны дұрыс жинап, тапсырманы орындап берсең болды. Ой, оп-оңай ғой, неге өзің істей салмайсың? Мен жасанды интеллектпін. Менің атым Меган. Мен мұндай адамның миына арналған тапсырмаларды орындай алмаймын. Ой, байғұсай, қазір күте тұр. Болды. Жақсы. Қандай ауа райы болғанын қалайсың? Білмеймін. Қар жауғызсам. Жанар, қайдасың? Болды, тоқтат, қажет емес. Сенің қалауың қар емес пе еді? Жоқ. Жарайды, қазір боранды тоқтатамын. Қазір ғана қар жауып тұрады, тоқтақ болғаны ғой. Ауа райды қойын деген ба? Үніңі саған ештеңе жақпайды екен. Өмір іздемесің. Сен қазір не істегеніңді білесің бе? Жоқ. Сен маған қазір Аяз атаны ұстап бердің. Қайда асықтың? Биыл жаңа жыл тойламайтын болдық. Не болып болды? Аяз атан біреу қамап ұстап отыр. Кім ұстап отыр? Сенбесеңдер жүріңдер, өзім барып көрсетем. Қазір күтеді, біз күтканы неге іліп қыздар чағып көреміз. Жарайды. Жүріңдер, көрсетем. Міне. Мен жасанды интеллектпін. Енді адамдарға мен билік етемін. Енді жаңа жылды тойламайсыңдар. Неге тойламаймыз? Өйткені мен жаңа жылды жек көремін. Аяз атаны байлап қойдым. Егер Аяз атаны босатып алғыларың келсе, сендерге тапсырма беремін. Соның шешімін тапсаңдар ғана босатамын. Онда бүкіл балдарды осы жерге шақырайық. Балдар барлығын жиналыңдар, жаңа жыл тойламайтын болдық. Сонымен егер Аяз атаны құтқарғыларың келсе, сендерге 5 тапсырма беремін. Оны 1 сағаттың ішінде орындап үлгерулерің керек. Егер уақыттан кешіксеңдер Аяз атаны көрмейсіңдер, жаңа жылды да тойламайсыңдар. Онда айт тапсырмаңды біз орындауға кірісейік. Біз сенің тапсырмаңды орындауға дайынбыз. Бірінші тапсырма, номері 308-ші бөлмеде пазл тұр. Соны барып алып құрастыруларың керек, бірақ қызыл көз сендерге оны оңайлықпен бере қоймайды. Кім ол қызыл көз деген? Жүріңдер. Міне, таптым, 308 кабинет. 308 ба? Иә, осы. Енді құлыптаулы емес шығар. Ашсай. Ашып көрейін. Бол, тез жүр. Я бара жатыр.
Сенің достарыңа да қауіп төне бастады. Сен ойлағанда мен достарым әлсіз емес. Біз бірінші тапсырма бойынша мына пазлдарды құрауымыз керек. Уақыт аз, тез болыңдар. Қызыл көз кіріп қалмасын, есікті тартып тұр. Бол, тез қызыл көз келіп қалды. Серік, Жанарға тез хабарлас. Жанар, біз пазлды құрап болдық. 7 сан шықты, тез жазып ал. Енді сендер екінші тапсырманы тез арада орындауларың керек. Достар, екінші тапсырма бойынша мынау коробканың кодын шешу керекпіз. Оның қиын ештеңесі жоқ, тездетейік онда. Ашылмай жатыр. Мына кілтті ашылмаса. Басқасын беріңдер, бұл ашылмады. Болыңдар сіз. Ешқандай кілт ашылмайды ғой, жасанды интеллект бізді алдаған секілді. Жанар, жасанды интеллект бізді алдаған сияқты ғой. Бірде бір кілт дұрыс келмей жатыр. Неге тапсырманы дұрыс бермейсің? Бұл арамдыққа жатады ғой. Сендер бір кілтті дұрыс салмай жатырсыңдар. Бірақ ол кілт ол жерде жоқ, ол қызыл көздің бөлмесінде. Сендерде қазір бір жеңілдік бар, қызыл көз бөлмесінде емес. Осы кезде кілтті алып үлгеріңдер. Екінші қорапты ашайық, тездетіңдер. Тездетейік. Мен қызыл көздің қай жақта келе жатқанын көріп қайтайын. Мадияра, байла. Ол не? Оқтың баса? Тышқандасында кілт бар. Фатима, сен жылын тышқан ғой. Сен тышқанға қорқытпайсың ғой, алсай. Қойшы, мен қорқамын, өздерің алыңдар. Тездетіңдер, қызыл көз жақындап қалды. Мадияр, өзің алсай, сен жігітсің ғой. Бәсе, бағанадан бері не қарап отырмысың? Мадияр, бол тез. Аз қолған күй өш. Тісте алмайым екен. Абайла. Абайла. Бізде 9 сан шықты. Жанар, жазып ал, бізде 9 сан шықты. Давай, бол, жаз. Иә, достарың сенімді ақтап жатыр. Енді үшінші тапсырмаға дайын болыңдар. Достар, үшінші тапсырма бойынша шахмат тақтасындағы қиын тапсырманы орындауымыз қажет. Бұл қандай қиын тапсырма? Қоя тұрсай, тыңдайық та. Тоқтаңдар, сонда біз яғни бір жүріспен мат қойымыз керек. Иә, арамызда кім жақсы ойнайды шахматты? Айтпақшы, Ахмет қайда? Сол шахматтан чемпион емес пе еді? Иә, тоқтаңдар. Алло, Жанар. Достар, Ахметті қызыл көз ұстап отыр. Тез құтқару керек, уақыт аз қалды. Жақсы. Қызыл көз қайда? Қызыл көз жоқ қой. Қайда ол? Несі? Ашыңдар есікті. Есікті ашыңдар. Неғып жүрсіңдер? Қалайсыз ата? Жақсы. Саламатсыз ата. Кешіріңіз ата. Рахмет ата. Кешіріңіз ата. Жаңа жылдыңыз бе ата? Көп рахмет ата.
коды жоқ қой. Қолдағын қарашы. 2 таптым. Тоқтаңдар. Алло жандар, біз тапсырманы орындадық. Код саны 2 шықты. Жазып ал. Ал енді 4-ші тапсырмаңды айта бер, біз дайынбыз. Достар, 4-ші тапсырма бойынша біз ұлудың астындағы санды табуымыз қажет. Ұлуды қайдан табамыз? Ей, тоқтай тұрыңдаршы. Сандуғашын Жанардан сұрап көрші. Бізге подсказка берсін. Ұлуды қайдан табатынымыз білмей жатыр қой. Жанар, ұлуды қайдан табамыз? Ұлуды директордың кабинетіне барып табасыңдар. Ал жұмыр кеттік директордың кабинетіне Ей, нема директор, оудың не сетесінер, оданша барып көрек кеттік. Директордың кабинеті қайсы? Мен мұны шығам. Осы яқтан ғой. Ей, мен Директор деп жазып тұр. Айжан, сен кіріп көрші кабинетке. Бека, сен кіре салшы. Ой, үстіп тұрғанда уақыт өтеді. Кука, сен кірші. Бопты. Бес. Ха-ха-ха, сендер алдандыңдар. Түгел жиналыңдар, сендерге тағы тапсырма беремін. Достар, жасанды интеллект бізді алдап соққан сияқты. Тез жиналыңдар. Достар, бағаналы бері жасаған тапсырмаларымыз түкке де аспады. Жасанды интеллект одан сайын күшейіп бара жатыр. Дәл қазір осы жерде қызыл көз пайда болады. Мен күшейдім, рахмет сендерге, ха-ха-ха. Неге бағаналы бері осылай істей салмадың? Ал балалар, мені құтқаруға көп көмектестіңдер. Енді барлығымыз шыршаға барып, жаңа жыл мерекесін тойлайық. Онда бір-біріңе жақындап, қолдарыңды ұстаңдар. Кеттік. Ура!